Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі рецепт сіздермен вупи пайдың пирожныйын жасаймыз. Оны жасау өте қарапайым, бірақ шамалы уақытты, сабырды талап етеді. Қоспалары да өте көп емес. Ең әуелі 160 грамм маргарин аламыз. Мен бұл жерде щедрое летодан алдым. Аздап кішкене ғана тостақшаға салып, алауға төмен алауда қоямыз. Еріп тұрамын дегенше таза құрғақ ыдысқа, желательно осылай миксердің өзінің ыдысын немесе гелевый алыңыздар. Себебі шыны ыдысқа жасасаңыздар сынып қалуы мүмкін. 4 дана жұмыртқаны шағып, үстінен 200-250 грамм шекер салып, миксермен жақсылап шекерін ертіп аламыз. Үстінен 4 шай қасық какао саламыз. Мен рахаттыкін алдым. Рахат фирмасыныкін алып қолдансаңыздар әдемі шығады. Ал басқа фирманыкін алсаңыздар шамалы тестасы қышқылтым болып кетуі мүмкін. Сол себепті рахаттыкін алыңыздар. Миксермен миксерлеп, үстіне 200 грамм сүт салып, 500 грамм ұнға, 500-дің бәрін бірден салып жібермеңіздер. 2 шай қасық разрыхлитель салып, араластырамыз. Шамалы 200-300 граммын салып, осылай аз-аздан електен өткізе отырып жасаңыздар. Сол кезде тесталарыңыз біркелкі, үлпілдек, әдемі болып шығады. Себебі қанша өткізіп қойсаңыздар да ұн өзінен өзі тұра басылып қалуы мүмкін. Сол себепті електен өткізе отырып жасағандарыңыз дұрыс. Міне, оған дейін маргариніміз еріді. Барлығын сол жасап жатқан қамырдың үстіне құйып, миксермен жақсылап араластырамыз. Барлығы однородны масса шығу керек. Біркелкі өте қою болып кетудің де қажеті жоқ. Егер ұныңыз әркімде ұн әрқалай, мен бұл жерде таза 500 грамм салған жоқпын. 400 граммдай ұн қостым. Негізі әркімнің ұны әрқалай, ең көбі 500 грамм кетеді. Дәл осындай кулинарский мешоктар сатылады. Соған салсаңыздар болады. Ондайларыңыз тапшы болып жатса, жай ғана қасықпен салуға да болады. Немесе тұздың ыдысын босатып алып, тұздың пакетін ішін құрғақ тряпкамен жақсылап майлықпен сүртіп аласыздар да, соған құйып жасасаңыздар да болады. Ыңғайлы болады. Немесе қасықпен құйып жасауға да болады. 2 ас қасықпен жылдам болады. Міне осылай кулинарский мешокқа жайғастырып алдық та, табаның бетіне пергамент қағазын төсеп, өздеріңізге ұнаған пішімде қолданасыздар. Мен шеңбер пішімін қолдандым. Өте үлкен болып кетті менің шеңберлерім. Егер кішкентай сүйкімдірек қып жасаймын десеңіздер, көлемін кішірейтіп жасағанда жақсы екен. Тірлігім аздау болсын десеңіздер, үлкен бір дөңгелек қылып, соны ойып алуға да болады. Мен пирожный түрін жасап жатқандықтан кішкене қылып жасадым. Торт түрін жасайтын болсаңыздар, үлкен шеңбер қылып жасайсыздар тестаны. Және бетін қам жылы сумен саусақтың көмегімен осылай біркелкі қамырды жайып шығасыздар. Құрғақ қолға жасасаңыздар, қолдарыңызға жабысып тұрады. Қызып тұрған пешке 200 градуста пісіріп аламыз. Дәл осылай піскендігін зубочисткаға тығу арқылы білсеңіздер де болады. Мата дастарханға алып тастайсыздар да, қалғанын барлығын дәл осы әдіспен пісіріп шығасыздар. Өте жылдам піседі. Бір ескерту, пісіріп жатқан кезінде ешқандай да есігін ашып көруге болмайды. Сыртынан қарайсыздар.
келесі кезекте біз крем дайындаймыз. Шоколадный масса. Мен бұл жерде 100 грамм капля шоколадын алдым. Ванны түрінде ерітесіздер. Астына су қойып, пармен газге өзін қойып жүрмеңіздер, қуырылып қалады шоколад. Төмен алауда баяу ериді. Оған дейін біз басқа кремін жасаймыз. Творожный сыр 100 грамм алдым да, үстіне сахарный пудра көптеу қоса беріңіздер, және сливки 33%-дығын алдым мен. Егер творожный крем чизктеріңіз аз болып қалып жатса, ішіне загуститель қоссаңыздар да болады. Ол кремнің массасын дереу қаттырақ күйінде келтіреді. Қою түрге. Онда да көмектеспей жатса, шамалы 15 минут осылай миксермен взбивать етіп, холодильникке 15 минутке қойып қоясыздар да, немесе морозильникке қойсаңыздар 10-15 минут жеткілікті. Қайта шығарып миксермен миксерлейсіздер. Тоңазытқышқа кірген сайын крем қоюланады. Мен бұл жерде тоңазытқышқа салған жоқпын. Бірден жасадым. Дәл осы кулинарский мешоктың көмегімен арнайы басына форма кигізесіздер осылай. Жоқ, форма кигізбеймін десеңіздер, жай ғана мешоктың өзімен де қолдануға болады. Просто басына формочка кигізсеңіздер, әдемірек болып шығады кремдеріңіз. Дастарханға тартқанға, қонақ күткенде, немесе шайға керемет таптырмас тәтті. Кісілігі де бар, ұялмай дастарханға тарта бересіздер. Дәл осылай әдемілеп өздеріңізге ұнаған формада келтіріп, екінші бетін жауып шығасыздар. Достар, егер сіздер менің әлі де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Комментарий бөліміне өз ойларыңызды басып, лүпілдеріңізді баса кетіңіздер. Сіздердің басқан әрбір лайктарыңыз мен үшін өте қуанышты, керемет көңіл күй сыйлайды. Шоколадқа көбінше біреулер өзін жасасаңыздар өте қою болып кетеді. Жағуға да қолайсыз. Сливкидің қалғанын аз-аздан осылай қосып отырасыздар. Өте көп қосып жіберудің қажеті жоқ. Мен шамалы көптеу қостым, себебі маған сұйық шоколад ұнайды қоюдан гөрі. Сол себепті шамалы артығымен қосып жібердім. Егер сіздер сливкиді аз қоссаңыздар, жағылғанда да менікі сияқты ағып кетпей, қою болып тұрып қалады. Міне, дәл осылай жасап шыққан пирожноларымыздың бетіне шоколадты бәрін біркелкі етіп жағып құйып шығасыздар. Әркім бетін өзіне қалаған формада безендіре береді. Мен бұл жерде қайтадан үстіне крем, артылып қалған кремімді гүл ретінде қойып шықтым. Және мятамен безендірдім. Арнайы безендіру себетін жемістерім болмай қалды. Сол себепті арнайы декорға арналған тәттілердің бетіне мастикалар бар, кепкен, соларды қолдандым. Дәл осы менің рецептімен жасап көріңіздер. 100% гарантия, өте керемет болып шығады. Дәл осындай тәттіні жасап, өздеріңізге жақын адамдармен тәтті жеп, тәтті әңгіме айтыңыздар. Ас болсын достар, келесі рецепттерде кездескенше.